Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мен Айгерім. Бүгінгі жасайтын тағамымыз ұн қуырдақ деп аталатын болады. Моңғолия елінің цюван деп аталатын тағамын жасайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше, керемет болып шығатын болады. Ол үшін ең алдыменен етімізді жақсылап, ұсақтап турап алатын боламыз. Етімізді жақсылап майдалап турап алып, дәл видеодағыдай. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Каналымның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Етімізді жақсылап майда бөлшектерге бөліп турап алдық. Одан кейін сәбізімізді турайтын боламыз. Жіңішке етіп, палауға туралған сәбізі болып туралатын болады. Сәбізімізден кейін пиязымызды екіге бөліп, тағы да майдалап турайтын боламыз. Одан кейін қазанымызға майды құйып, қыздырып алатын боламыз. Қызған майдың үстінен етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қып-қызыл болып қуырылу қажет. Етімізді де жақсылап қуырып алғаннан кейін үстінен пиязымызды да салып, тағы да жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымызды қуырғаннан кейін үстінен сәбізімізді саламыз. Одан кейін үстінен паприка менен бұрышымызды да қосып жіберіп, қып-қызыл етіп қуырып, үстінен суын құйып, бұқтырып қоятын боламыз. Ал оған дейін етіміз піскенше қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына 100 мг сумен тұзды бір жұмыртқаны қостым. Жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Мен толық рецепт описанияда қалдыратын боламын. Мен 2 адамға лайықты қылып жасағандықтан аз-аздан істедім. Ал сіздер көп болсаңыздар, 2 еселендіріп істей берсеңіздер болады. Алғашқыда қасықтың көмегіменен араластырып алдық. Одан кейін қолменен қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Дәл бешбармақтың қамырына ұқсатып қамыр илейміз. Бірақ кішкене қаттылау қыламыз. Қамырымыз қаттылау иленді. Илеп алып, одан кейін 5 минутқа қалдырып қоямыз дағын. 5 минуттан кейін тағы қайтара илесеңіздер, осылай қамырларыңыз жылтыр болып, әдемі болып жайылатын болады, әдемі болып шығатын болады. Тағы да 5 минутқа қойып, одан кейін жайып тамақ істей берсеңіздер болады. Бетін жауып 5 минутқа қойдық. 5 минуттан кейін қамырымыз тағы дайын болды. Алып, жайып шығатын боламыз жақсылап. Алғашқыда шет-шетін басып жайып аламыз. Одан кейін барып, 2 ортасын басып, шайып, тегіс қылып қамыр жайып шығатын боламыз. Қамырларымызды осылай тегіс қылып жайып шығып аламыз дағын. Ортасынан 4 бөлікке бөліп аламыз. Қызып тұрған табамызға 2 бетін аудара отырып, кептіріп алатын боламыз. Табаларыңыз егерде суып жатса, тағы да қайта қыздырып, 2 бетін осылай кептіріп аласыздар. Кепкен қамырымызды осылай кеспе тәріздес етіп кесіп аламыз. Ұн себудің қажет жоқ. Кепкен қамыр болғандықтан бір-біріне жабыспайды. Қамырларымызды дәл осылай бөліп алып, піскен етіміздің үстінен
азырақ тағы да су құйып жіберіп бетіне қамырымызды жайғастырып шығатын боламыз. Және де ең баяу отқа қойып жарты сағатқа пісіріп аласыздар. Өз буымен өзі пісетін болады. Бір-біріне жабыспай шашырап піседі. Дәл осылай керемет болып. Соңына дейін қарап назар аударғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.